Ассаляму алейкум достар, сіздермен Айгүл Жасан. Бүгін сіздермен өте дәмді, ерекше үй жағдайында пісірілетін печеньелердің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін алдымен ұнымызды електен өткізіп аламыз, және де оның үстіне қопсытқыш шекерімізді салып, құрғақ заттарды жақсылап бір араластырып аламыз. Керекті заттардың барлығының грамм мөлшерлерін видеода және де видеоның астында описаниеде де жазып кететін боламын. Осы құрғақ заттарымызды араластырып болғаннан кейін олардың үстіне ерітілген сары майды және де жұмыртқаны салып, қолымызбен тестаны илейтін боламыз. Тестаны илеген кезде бізде жұп-жұмсақ, сондай нәзік теста дайын болуы керек. Ол дайын болған тестаны алып, тоңазытқышта салып қоямыз. Сол аралықта печеньемізді безендіруге арналған шоколадымызды дайындап қоямыз. Шоколадты мен видеода көрсеткендей етіп ертсеңіздер де болады, немесе микротолқынды пеште ертіп алуға болады. Егер ондай микротолқынды пеш сізде жоқ болса, газде жай ғана отта шоколад пен сары майды, не болмаса шоколад пен өсімдік майын араластыру арқылы шоколадты ертіп алсаңыздар да болады. Кейін оларды кондитерлік мешокқа салып, бетін безендіруге дайындаймыз. Дайын болған тестімізді бірнеше бөліктерге бөлеміз. Мен орташа көлемдегі 20 бөлікке бөлдім. Сіздерде өздеріңіздің қалауынша үлкен не уақ печеньелер дайындайтын болсаңыздар, соған қарай бөлуге болады. Тестаны мен видеода көрсеткендей етіп қолыңызбен солай айналдыру арқылы кішкене дөңгелек жасасаңыз да болады. Не болмаса оқтаудың көмегімен тестаны жайып, одан әртүрлі формадағы печеньелер жасап шығаруға болады. Ендігі кезекте печеньелерімізді дайындап қойған шоколадымызбен безендіреміз. Әртүрлі өздеріңіздің қалауларыңызбен безендіруге болады, әртүрлі суреттер салуға болады, әріптерде жазуға болады. Безендіріп болған печеньелерімізді қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Кей кезде ол сіздің өзіңіздің пешіңізге байланысты, менікінен ұзақ немесе одан да тез пісуі мүмкін. Яғни печеньемізді беті қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Біздің печеньелеріміз дайын, өте дәмді. Сіздер де жасап көріңіздер. Құрамындағы барлық заттар қолжетімді. Және де достар, видео ұнаған болса, соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, комментарий қалдырып, мен каналыма тіркелуге ұмытпаңыздар.